Сәлем әлем, бұл Караван Кизет медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Эфирде мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін әдеттегідей шоу-бизнес жаңалықтарына шолу жасайтын боламыз. Қызықтар алда, олай болса, бізбен бірге болыңыздар. Біз кеттік. Нұрғали Нүсіпжанов 83 жасында әке атанды. Дәл осындай тақырып бақ беттер жарыса жазған болатын. Бәрі құтты болсын деп тілек айтып жатқан болатын. Оны өздеріңізде осы әлеуметтік желілерден болсын, түрлі сайттардан, порталдардан болсын көрген боларсыздар. Әңгіме Алматы телеарнасынан шыққан болатын. Папарацци деп аталатын бағдарламадан. Кеше ғана осы телеарнаның басшысы Нұржан Жалауқызы ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтып, Нұрғали Нүсіпжановтан халық әртісінен кешірім сұраған болатын. Ол Facebook парақшасында арнайы жазба жазып, ол жерде ағамыз туралы тарап жатқан ақпараттың шындыққа жанаспайтынын айтқан болатын. Ол ең алдымен Алматы телеарнасының басшысы ретінде ағамыздан, атамыздан кешірім сұраған болатын. Ол кісінің жазуы бойынша Нұрғали Нүсіпжановтың жүрегіне абайсыздан жаңағы қаяу түсіріп алғанын жазған. Одан кейін телеарнаның тапсырысымен дайындалатын папарацци бағдарламасының тілшісі жалған ақпарат таратқаны үшін жұмыс істемейтіндігі жазылған, хабарланған. Дегенмен де осы бағдарламаға байланысты, мен осы жайтқа байланысты, осы Нұржан Жалауқызының кешіріміне байланысты өзім пікірімді қалдырғым келіп отыр. Дегенмен де қандай да бір бағдарлама шығар алдында, оның жаңа шығарылымы шығар алдында, не болсын, өзге продакшн істесін, тіпті телеарнаның өзінің бағдарламасы болсын, оны тексеретін басшылар болады, продюсер болады, кейде тіпті телеарнаның басшысы да тексеріп жатады. Сонда сондағы басшылар бұл жайлы білмеген бе, бағдарлама шығар алдында тексермеген бе? Маған бұл жағдай былай болып көрінді, кінәлі тілші, біздің қатысымыз жоқ деген сияқты. Дегенмен де тек кінә тілшіде емес қой. Сондықтан да мен бір жағынан аяп тұрмын бұл тілшіні. Мүмкін абайсызда солай кетіп қалған шығар. Бұндай жағдайға тек қана бір адам кінәлі болу мүмкін емес қой. Немесе сол тілшінің басшысы, немесе ол тілшінің басшысы, немесе сол телеарнаның басшысы да кінәлі болып жатады. Сондықтан да бір жақты ғана кінәлі ету меніңше дұрыс емес. Бұл енді менің ойым, менің пікірім. Егер қате болып жатса, менің пікірім, алдын ала кешірім сұраймын. Ерболат Төлегеновтың саунада жас қызбен камераға түсіп қалғаны рас па? Дәл осындай жаңалық шыққан болатын, түрлі бақ беттерінде шыққан болатын. Ол оған байланысты былай жауап берген болатын. Бұл әңгіме өтірік, ешқашан мен саунада бейтаныс қызбен жүрген де емеспін, камераға да түскен емеспін. Журналистер, сендердің осындай өтірік интригаларың бітпейді, аман болыңдаршы деген болатын. Ал жарайды, ер азаматпыз ғой, әңгімені ашып айтпай-ақ қояйық деп журналист қысқа қайырды. Ерболат Төлегенов Жылқышыбаймен деген бағдарламаға сұхбат берген болатын. Сол YouTube арнаға сұхбат берген болатын. Әрине, ол өтірік болар, өтірік емес болар. Ол жағдай түсінікті енді. Дегенмен де Ерболат Төлегенов Жылқышыбаймен деген адаммен сұхбаттасқан ғой. Мен ол кісіні журналист деп есептемеймін, санамаймын. Бұл менің өзімнің жеке пікірім, жеке ойым. Егер ол жүргізетін бағдарламаны қарайтын болсаңыздар, хайп қуу, біреуді жамандау, біреуді өсектеу, жаңағы даттау, одан кейін журналистердің, сендердің интригаларың бітпейді деген осындай Жылқышыбай сияқты журналист сымақтарға арналған. Бұл журналистерге қатысы жоқ ондай интриганың. Нағыз журналистер ондай нәрсені жасамайды, ондай да шаруасы да болмайды. Ол журналистикаға да, журналистке де жатпайды. Бұл ойдың Караван Кизет медиа порталына ешқандай да қатысы жоқ. Бұл ой менің, яғни Ғалымжан Сәңкібаев дәл осы бағдарламаның, дәл осы подкасттың жүргізушісінің жеке ойы, жеке пікірі. Осылай келсіз бе, келіспейсіз бе, оны пікірге қалдыра кетіңіздер. Қолынан ұстап тұр. Бейтаныс арумен суретке түскен Димаш қызу талқыға түсті. Қазақстан атын күллі әлемге танытып жүрген ерекше дауысты Димаш Құдайбергенов өз жанкүйерлерін қызғандырып қойды. Өнер иесі белгісіз қыздың қолынан ұстап
түскен суреті Instagram желісінде жарияланған болатын. Димаштың өзі жариялаған болатын. Сол қыздың суретін салам деп басы бәле қалған сияқты. Өйткені көптеген пікірлер болды. Димаш жүректі ауыртпашы, одан кейін қандай еді, қызғанып отырмын, мына қыз кім, жауап бер деген сияқты көптеген пікірлер болды. Алайда Димаш өзі бойжеткенге қатысты ешқандай пікір білдірген жоқ. Ол әзірге үнсіздік сақтап отыр. Бұл бойжеткеннің түріне қарасам, Димаштың анасы Света Айтбаева ұқсайды. Мүмкін келін болған жағдайда кейде айтып жатады ғой, келін ененің жаңағы топырағынан жаралған деген сияқты бір тіркесті сөздері бар ғой. Мүмкін ол сондай арасында да болашақ келіні болуы мүмкін, өздерінің туысқаны болуы мүмкін. Менің ойымша Димашта интрига жасайтын болған соңғы уақытта өздеріңіз байқаған боларсыздар. Осы суреттен де бұл да өнер адамына қызу талқыға түсу үшін керек нәрсе шығар, білмедім. Негізі интригаға соңғы уақытта Димаш жатып алған сияқты. Бұл менің ойым әрине. Қазақ өнерінде тағы бір дау-дамай пайда болды. Дәстүрлі әнші Айгүл Елшібаева қыз-келіншектерге ақылы тренинг жүргізіп жүрген Құралай ханымды да, онымен кездесу ұйымдастырған діни басқарманы да сынға алды. Діни басқармада ақ-қараны ажырата алатын адам қалмаған ба деп ренжіді. Өзіне хат жазған оқырмандарының жазбасын жариялады. Айгүл Елшібаева бұған дейін де Құралай ханымның дәрістерін теріске шығарып, елдің санасын улап жатыр деп жан айқайын жеткізген болатын. Оны бірнеше бағдарламадан өздеріңіз көргенде боларсыздар. Діни сауаты жоқ бола тұра өзге діннің ілімін насихаттап жүр деп налыды. Алайда Құралай ханым желі арқылы Елшібаеваға жауап қайтарған жоқ. Псевдопсихолог Құралай Серікқызы Ошақбаева айтып отырған бауырға байып керек деп бауыр емес, дүниеге құныққан әйелі ғана айтар. Нұр-Сұлтан қаласының дін мәселелерін зерттеу орталығы дін мәселелерінде псевдопсихолог мұсылманға Пәрі Правдинаның шәкірті Будданың мантрасы фэн-шуйын дәріптеп гипноз шамбалы дұға деп дуа жаттаған жеке тренингін діни сауаты жоқ әйелдер ақшасы бай боласың деген мыстаның дуасын үйреткен, елді алдаған, дипломы жоқ психолог Сымақ Құралай Серікқызы Ошақбаевамен кездесу жасайтындай діни басқармада діни сауатты әйел мен еркек ақ пен қараны саралайтын мамандар қалмаған ба деп Айгүл Елшібаева налған болатын. Бұл жерде бірдеңе деп айту негізі қиын, өйткені оған дәлел керек, айғақ керек. Дегенмен де қазіргі таңда өмірдің гүл етеміз отбасында қандай болу керек екен, қандай ене болу, қандай келін болу керек екенін үйретеміз дегендер шықты. Ондайлар көбейіп кетті. Құдай-ау, осы уақытқа дейін қазақ халқында келін, ене дегендер ешқандай жаңағы тренингсіз, ешқандай жаңағы үйретусіз ақ өздері үйренді ғой. Келін енесінен үйренді деген сияқты, енесі оның алдында өзінің енесінен үйренді, анасынан үйренді деген сияқты нәрсе. Сауатсыз жайлаған қоғамда арамза періштедей көрінеді деген сөз бар қазақта. Менің ойымды түсінген боларсыздар, не айтқым келгенін. Осыған ойым осы менің. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған Караван KZ медиа порталы және мен Ғалымжан Сәңкібаев. Караван әрдайым жаныңыздан табылсын.